тағы бір мектепке келдік. Бұл шетел емес, бұл Қазақстан, бұл Алматыдағы ерекше мектеп. Кеттік, обзор жасаймыз. Мектептің кіреберісі и мектеп қазақ элиталық мектеп дегенге прям 100% сәйкес келеді. Кіріп келген кезде мүлдем басқа атмосфера, яғни осы күнге дейін барған мектептерден басқаша айырмашылық. И одан кейін жақсысы, ата-анаға арнайы зона жасап қойған, яғни баласын сабақтан күтіп отырған кезде осы жерге келіп, әдемі жерде келіп, кофесін ішіп күтіп отыра алады. Біз уже столовыйға бара жатырмыз. И столовыйға баратқандағы баспалдақтың өзі жасқайды. Прям королевский ғой енді. Қиялданып үстіп түседі екенсің. Мына әдемі баспалдақпен қиялданып төменге, яғни асханаға түстік. Енді көрсете кетейін. Мына жақта бізде қол жуатын жер. Асхананың өзі 3 мезгіл тамақ береді. Оқушыларға завтрак, обед, ужин. Және міндетті түрде ерекшелігі нутрициолог жұмыс жасайды. Оқушыларға арналған тағы бір демалыс орнына келдік. Енді мына жер прям күшті екен. Қазақша кәдімгі қазақ стиліндегі кілемшелер, көрпешкелер, кішігірім жастықтар. И оқушылар келіп кәдімгі мына жерде отырып, әңгімелесе алады. Интерьерге өте қатты мән берген. Одан кейін ар жақта бізде орындықтар бар. Егер де отырам десе, қосымша атмосфера үшін, егер де тартқысы келсе, фортепиано бар, домбыра бар. Яғни осы жерге келіп оқушылар дем алып, өздерімен өздері отыра алады. Барлығы ұнататын, барлығы сұрайтын спорт залға да көрсете кетейін. Так, ерекшелік бұл жақтағы спорт залдың енді әдемілігінен бөлек, бұл жақта теплый пол. Яғни кейбір кезде салқын болып кетеді ғой спорт залдар. Сондай болмас үшін, оқушылар тоңып қалмас үшін бүкіл полдың барлығы теплый пол болып жасалған. Даже мындай орындықтардың өздері жұмсақ қылып әп-әдемі қылып істеп қойған. Одан кейін енді баскетбол, волейбол, футболдан бөлек үлкен сыныптарға, яғни қыздарға бізде гимнастика бар, и одан кейін ұлдарға карате бар. Так, жаңағы үлкен спорт зал, яғни үлкен сыныптарға болса, мына кіші спорт зал, яғни бастауыш сыныптарына арналған. Және актовый зал. Какой шикарный коридор. Прям лестницасының өзі. Қазақстанда емес, мүлдем бір шетелде жүрген секілдімін. Бір Кембридждің ба, Европадағы бір мектепте ма, университеттегі секілді. Өйткені атмосферасы сырты болсын, іші болсын, мүлдем басқаша. Обзор жасағансың до конца. Уборная. Есігінің өзі по-королевски. Так, бізде ұзын үлкен айна. Қол жуатындар балалардың бойына байласы кішкентай сыныптарға, үлкен сыныптарға. И жағында туалет. Үзіліс уақытта біз сыртқа шығып, бүгін погода да керемет болып тұр. И мына емен ағашы айтпақшы дуб арнайлап тұрып Австриядан алып келген. Қаз немесе көктем немесе күз есіңе түседі. Представьте, мына жерде жайқалып тұрып, жап-жасыл болады. И көптеген оқушылар келіп, перемена, яғни үзіліс уақытында келіп, осы жерге кәдімгідей дем алады. Ал мектептің аты Заман элиталық қазақ мектебі.